Алматы түбіндегі Первомайский әуежайында парашют спорты республикалық ашық чемпионат басталды. 22-ші рет өткізіліп отырған бұл сайыс 5 күнге созылмақ. Оған қарулы күштер мен еліміздің әр өңірден келген 15 команда қатысып отыр. Парашют спортының әскери және түрлі төтенше жағдайларда тәжірибелік маңызы өте зор. Сондықтан еліміздің барлық аймақтарында жұмыс істейтін әскери патриоттық жастар клубтарында оны дамытуға ерекше мән беріліп отыр. Бүгінгі сайыстың мақсаты классикалық парашют спортынан үздіктерді анықтап, осы спорт түрін жастарға насихаттау. Оған еліміздің түрлі өңірлерінің авиаклубтары, қарулы күштердің парашютшілер дайындау орталығы мен төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары қатысуда. Сайыскерлердің арасында халықаралық санаттағы тәжірибелі спортшылармен қатар жастар да бар. Бүгінде жарысқа қатысып отқан 55 спортсмендер, оның ішінде 10 әйел адамдар, 55 адам ішінде 11 жастар тобы, 11 адам жастар тобы, жастар тобының ішінде 7 жас балалар және 4 қыз балалар. Классикалық парашют спортында сайыс 2 бағытта өрбиді. Спортшылар биіктіктен секіріп, белгіленген жерге дәл түсу керек. Оның дәлдігін радиусы 2 сантиметрлік электрондық нысаны анықтайды. Ал екінші сайыстың мәнісі ауада белгілі бір акробатикалық жаттығуларды дұрыс орындау. Спортшының бүкіл қимылы бейнетаспаға түсіріліп, кейін қазылар алқасының төрелігіне ұсынылады. Сайыс бағдарламасына сәйкес спортшылар 3 жаттығу бойынша бақ сынайды. Бірінші жаттығу жеке көрсеткішке дәл секіру, екіншісі топтық көрсеткішке дәл секіру, үшіншісі 1200 метр биіктіктен ауада еркін құлдилап келе жатқанда акробатикалық жаттығуларды орындау. 5 күнге созылатын Қазақстан чемпионатында үздік өнер көрсеткен спортшылар халықаралық сайыста республикалық құрама команда сапында ел намысын қорғайды. Хадиша Әлімқызы, Ернар Сайлаубаев, Алматы 24 KZ.